Сәлем оқушылар. 11 сынып тақырыбы көрсеткіштік функция, оның қасиеті және графигі тақырыбын талқылайтын боламыз. Көрсеткішті функция, жалпы көрсеткішті функция дегеніміз не? Бұл тақырыпты y тең a дәрежесінде x, яғни айнымалы x дәрежеде қатысады. Көрсеткішті функцияның жалпы түрі осындай түрдегі функциялардың графигін талқылаймыз, қасиеттерін қарастыратын боламыз. Алдымен бұны мына жердегі а мәнін екіге бөліп алайық. А үлкен бірден және а бірден кіші нөлден үлкен. А бірге тең болмайды. А бірге тең болатын болса, бірдің кез келген мәні дәрежесі бірдің өзіне тең болады. Сондықтан бірді қарастырмаймыз, бірден үлкен немесе бірден кіші сандарды қарастыратын боламыз. Демек, бірінші жағдай бірден үлкен болса, мысалыға y тең x-тің, яғни 2-нің x дәрежесі болсын. Ал мына жақта y тең 2-ден 1-ді алуға болады. 1-ден кіші, 0-ден үлкен. Соның x дәрежесі. Осылардың графигін қарастырайық. Геогебра көмегімен салатын болсақ, оның графигі мынандай түрде болады. Біреуі өспелі, екіншісі кеммелі. Бірінші мынадан бастайық. Y тең 2 дәрежесінде x. Бұл функцияның анықталу облысы минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін болады. Мәндер жиыны 0-ден плюс шексіздікке дейін болады. Яғни функцияның графигі мына 3-4 шекте мүлдем болмайды. Функциямыз өспелі. Координата жүйесінде барлық нүктелерінде бұл жоғары қарай кетіп тұр. Өспелі функция болады. Жұпта емес, тақта емес. OX өсімен мүлдем қиылыспайды. Ал OY-те мына 1 деген нүктеде қиылысып тұр. Жұпта емес, тақта емес. Жалпы жағдай. Ал келесі функциямыз y тең 1 бөлу 2-нің x дәрежесі. Функция кемімелі болады. Анықталу облысы мына бірінші функцияныкі сияқты минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Мәндер жиыны 0-ден плюс шексіздікке дейін. Функциямыз жұпта емес, тақта емес. Және координата жүйесінде функциямыз кеммелі, төмен қарай кетіп тұр. OX пен қиылыспайды, OY пен 1 нүктесінде қиылысып тұр. Яғни 0-де 1 нүктеде қиып өтеді. Енді осы жерде сұрақ туындауы мүмкін, теріс сан болса ше, яғни a-мыз 0-ден кіші сан болатын болса қалай болады? Ондай функцияның графигіні осы геогебрада салып көріңіздер оқушылар. Тапсырма. Мысалы, y тең минус 2-нің x дәрежесі. Бұл функцияның графигі қалай орналасады? Салып көріңіздер. Енді біз мына жерде a-ның 1-ден үлкен болса, бірнеше функциялардың графигін қарастырсақ, яғни қалай орналасады? Бірінші, мына жасылмен көрсетілген, бұл y тең 2-нің x дәрежесі. Келесі, мына функцияның графигі y тең 3-тің x дәрежесі, ал мұны y тең 10-ның x дәрежесі. Бұл 1-ден үлкен, үлкейген сайын, яғни a санымыз өскен сайын функцияның графигі мына OY осіне жақындай береді. Елестетіңіздерші, a миллион болса, миллионның x дәрежесі болса, ол OY өзіне өте жақын орналасқан болады. Ал мына төменгі тармағы OX өзіне өте жақын орналасқан болады. Бірақ x пен мүлдем қиылыспайды. Барлық функциямыз y-ті 0-де 1 нүктеде қиып өтіп тұр. Ал келесінде y тең, бірінші функциямыз көкпен салынған. Бұл y тең 1 бөлу 2-нің x дәрежесі. Келесі мына функциямыздың графигі y тең 1 бөлу 3-тің x дәрежесі. Және мына соңғы функцияның графигі 1 бөлу 10
дәрежеде x. Бұл жерде керісінше a санымыз 1-ден кіші болып тұр, 0-ден үлкен. a неғұрлым мына 0-ге ұмтылған сайын, 1/100, 1/1000, 1/1000000 неғұрлым 0-ге жақындаған, ұмтылған сайын функцияның графигі y-ге қарай жақындай береді. y-ге қарай жақындай береді. Ал төменгі тармағын қарайтын болсақ, бұл ox-ке өте жақын болып табылады. Бірақ ox пен мүлдем қиылыспайды. Мына жоғарғы тармағы y-ге жақындайды, ал y-ті барлығы мына 0-1 деген нүкте арқылы өтеді. Назарларыңызға рахмет, аман болыңыздар.